Көптеген адамдар таңғы ас күннің ең маңызды тағамы екенін естиді, және адам өмір сүрген сайын бұл өзекті бола түседі. Бүгінгі видеода 50 жастан кейін таңғы асқа арналған ең жақсы тағамдарды жинады. Жас ұлғайған сайын дене жасушалары да бұлшықеттерде және сүйектерде көптеген өзгерістерге ұшырайды. Бұл өзгерістердің керемет емі болмаса да, бірақ сіз қартаю процесін бәсеңдетуге және қажетті дәрумендер мен қоректік заттардың алынуын қамтамасыз етуге көмектесетін диетаға өзгерістер енгізе аласыз. Ол туралы айтпас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды сұраймын. Алдын ала рахмет. Таңғы ас ең маңызды тағамдардың бірі. Өйткені ол метаболизм процестерін бастайды және денені күні бойы қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Жасы ұлғайған сайын дұрыс тамақтануды таңдау өте маңызды. Құрамында қажетті қоректік заттары бар теңестірілген диета денсаулықты сақтаудың кілті болып табылады. Азық-түлікті дұрыс таңдау қант диабеті, жүрек ауруы және тіпті кейбір қатерлі ісіктер сияқты созылмалы аурулардың дамуын болдырмауға көмектеседі. Сонымен, пайдалы таңғы ас көңілді және жігерлі күннің негізі болып табылады. Сондықтан бірінші тағамға дұрыс мәзір жасау маңызды. Бүгін мен сіздермен егде жастағы адамдарға арналған ең пайдалы 4 аспен бөліскім келеді. Жұмыртқа. Тізімдегі ең бірінші орында жұмыртқа бар. Сондықтан жасы ұлғайған сайын бұлшықет массасын сақтау жалпы денсаулық пен ұтқырлық үшін маңызды бола бастайды. Ақуызды жеткілікті мөлшерде тұтыну бұлшықет массасын сақтаудың негізгі факторы болып табылады. Жұмыртқа пайдалы таңғы ас үшін тамаша нұсқа. Олардың құрамында жоғары сапалы ақуыз бар. Ол денені бұлшықет тінін құру және қалыпқа келтіру үшін барлық қажетті амин қышқылдармен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, жұмыртқа биологиялық құндылығы жоғары ақуыздың ең қолжетімді көздері болып табылады. Ал енді қызықты фактор. Жұмыртқалардың таңғы асқа әсіресе қолайлы болуының ең бір себебі ақуыздың күннің басқа уақытымен салыстырғанда таңертең жақсы сіңуі. Бұл түнгі аштық кезеңінен кейін біздің денеміз қоректік заттарды жақсы сіңіруге дайын екендігімен түсіндіріледі. Осылайша, жұмыртқаны таңғы асқа қосу денені бұлшықет массасы мен жалпы денсаулықты сақтау үшін қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етудің тамаша тәсілі болуы мүмкін. Д дәрумені. Жұмыртқалар ақуыздың керемет көзі болумен қатар, олардың құрамында жалпы денсаулық үшін маңызды басқа да көптеген қоректік заттар бар. Мысалы, жұмыртқа кальцийдің сіңіруінде маңызды рөл атқаратын Д дәруменіне бай. Біз қартайған сайын сүйегіміз осал бола бастайды және сүйек денсаулығын сақтау үшін кальций мен Д дәруменін жеткілікті мөлшерде алуымыз керек. Әрқашан барлық жағдайда шара қажет екенін ұмытпаңыз. Таңғы ас 2 жұмыртқа дайындауға болады. Сіз оларды қайнатуға немесе омлет жасауға болады. Диетаның әртүрлілігін бақылау және диетаңызға әртүрлі қоректік көздерді қосу маңызды. Мен сіздің назарыңызға видеоның тек таныстыру сипатына ие екендігін және іс-әрекетке шақыру емес екендігіне аударамын. Өзін емдемеңіз, себебі бұл сізге зиян тигізуі мүмкін. Және әрқашан денсаулығыңыз туралы арнайы маманмен кеңесіңіз. Бұл тізімдегі екінші өнім сұлы жармасы. Бұл таңғы астың классикалық және қоректік нұсқасы және ересектер үшін өте қолайлы. Сұлы жармасы денені тазартуға көмектесетін талшықтың тамаша көзі. Сұлы жармасының құрамында бета-глюкон қандағы холестерин деңгейін айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Таңғы асқа сұлы жармасын үнемі тұтыну жүрек қан тамыр ауруларының даму қаупін азайтуға көмектеседі. Сұлы майын дайындаудың шексіз жолдары бар және таңдау әрқашан өз еркіңізде. Сұлы жармасын дәмді және қоректік ету үшін оған сүйікті жемістеріңізді, жидектеріңізді немесе жаңғақтарды да қосуға болады. Сұлы жармасын ыстық, суық күйде немесе тіпті пісіріп те қолдануға болады.
Бұл әртүрлі тәсілдермен қолдануға болатын әмбебап ингредиент. Келесі жолы сізге тез әрі пайдалы таңғы ас қажет болса, сұлы жармасына назар аударыңыз. Бір табақ пайдалы сұлы жармасын жасап көріңіз және оның дәмі мен денсаулыққа пайдасын көріңіз. Тізімде 3-ші орында табиғи йогурт бар. Қартайған сайын диетаңызға ақуызға бай, ашытылған сүт өнімдерін қосу өте пайдалы болуы мүмкін. Олардың құрамында ас қорытуды жақсартатын және ішектің жалпы денсаулығын қолдайтын пробиотиктер бар. Сонымен қатар, ашытылған сүт өнімдері күшті сүйектерді сақтау, остеопороздың дамуын болдырмау үшін маңызды кальцийдің тамаша көзі болып табылады. Егер сіз таңғы асқа ашытылған сүт өнімін таңдасаңыз, жақсы құрамы бар өнімді таңдау маңызды. Табиғи йогурт көптеген пайдалы артықшылықтары мен тамаша, ол да бір нұсқа. Ашытылған сүт өнімдерін күнделікті рационға қосу асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сүйектерді сау ұстайды және дәмді, қоректік таңғы асқа ләззат алуға мүмкіндік береді. Мәзірге қосуға тұрарлық 4-ші өнім сүзбе. Сүзбе ақуызға бай тағам және егде жастағы адамдар үшін таңғы ас үшін тамаша таңдау. Оның құрамында 100 грамм өнімге шамамен 25 грамм ақуыз бар. Бұл денеге қажетті қоректік заттарды алуға көмектеседі. Сонымен қатар, сүзбе оңай сіңеді. Бұл оны ас қорыту проблемалары бар адамдар үшін өте қолайлы етеді. Сүзбенің басқа да артықшылықтары бар. Оның құрамында сүйектерді, тістерді және шашты мықты ұстау үшін маңызды кальций бар. Сүзбеде болатын А дәрумені иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, сүзбе құрамында аз калория бар. Ол әсіресе қалыпты салмақты сақтау проблемасы болуы мүмкін егде жастағы адамдар үшін пайдалы. Диетаға сүзбе қосу бізге тым көп калория тұтынбай-ақ толық сезінуге көмектеседі. Жалпы сүзбе бұл көптеген аспектілерді пайда әкелетін әмбебап және қоректік өнім. Ол ақуызға бай, оңай сіңеді және маңызды дәрумендер мен минералдардан тұрады. Диетаға сүзбе қосу біздің денемізге жылдар бойы сау және күшті ұстауға көмектеседі. Таңғы асқа қосымша ретінде көкөністерді қосуға болады. Біздің көпшілігіміз таңғы асқа көкөністерді жеуге үйренген жоқпыз. Сол кезде біз таңғы асқа ақуызды қосатын көкөністер бізге бірнеше сағат бойы қуат бере алады. Ақуыздар тәбетті бәсеңдетуі мүмкін, ал көкөністерде кездесетін талшық тағамның ас қорыту процесін баяулатады. Сондықтан, мұндай таңғы астан кейін сізде аштық сезімі болмайды. Сіздің үстеліңізде әрқашан болады деп үміттенемін. Жаңа піскен шөптер, көкөністер, шпинат және түрлі салаттар. Ал егер шикі көкөністер сізге арналмаған болса, оларды пісіруге немесе смузи ретінде тұтынуға да болады. Айтыңызшы, таңғы асқа не жегіңіз келеді? Видеода пайдалы мәзірлермен бөлісіңіз. Біз осымен аяқтаймыз, бірақ менің каналымда басқа видеоларды қарап шығуыңызға кеңес беремін. Онда сіз аурудың алдын алу түрлерін, түрлі жолдарын білесіз. Достар, егер 50 жастан кейін таңғы асқа ұсынылатын тағамдар, түрлі ақпарат сіз үшін қызықты және пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма жазылыңыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода жолыққанша.